Саламатсыздар ма, құрметті достар? Сіздердің көп сұрауларыңыз бойынша мына роликті түсіріп жатырмын. Крючокты, қармақты қалай байлайды дейді лескіге. Негізі лескінің қазақшасы жаңағы сұрап қарап едік, сызу дейді, тағы бір зат дейді, сонымен келіскен жоқ. Әзірше табылғанша лески деп айта берейік, бәріңізге де түсінікті болсын. Мынау біздің қармағымыз. Негізі қармақты қалай байлайтыны? Балықты аулап бастаған кезде тек оңайы осы. Қолыңыз үйренеді. Қармақты аласыз. Мынау лескіңіз болатын болса, лескіні былай майыстырасыз да бетіп келтіресіз. Қарап отырыңыздар. Міне лескіні былай майыстырдық, былай келтірдік. Мына жерден оң қолмен ұстап тұрасыз. Сәл-сәл ілгек болу керек. Ілгек көрінді ме? Оң қолмен ұстайсыз. Сосын мына бос тұрған лескіні 4-5 рет өзіне айналдырасыз. Бір. Негізгі лески былай тұрау керек. Екіншісі. Үшіншісі. Төртіншісі. Бесіншісі. Осы жаңағы лескіні мынау тұрған ілгегіміз бар ғой. Осыған бет сол қолмен өтеміз де мынаның ішінен тартамыз. Сулап жібереміз. Міне былай тартқан кезімізде дәл осындай болып шығады. Негізі 90%-ға дейін жақсы түйін, негізі шықпайды. Қолдарыңызды үйретсеңіздер болады, қандай сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды берсеңіздер болады. Мен сіздерді әр уақытта да күтемін.